Қайырлы таң, қазақ елі. Азат Ньюс арнасы апта жаңалықтармен таныстырады. Келе жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын. Эфир тізгінінде Аскерова Тәмирес. Номері 1-ші Азат орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі Шабей Нұрлыгүл 3-ші А сыныпымен Наурыз төрлет тақырыбында сынып сағатын өткізді. Мақсаты өлеңнің негізгі идеясын ұғыну, оқушылардың елін сүюге, дәстүрлі мерекелерді құрметтей білуге тәрбиелеу. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі туралы білімдерін тереңдету. Және де бастауыш сынып мұғалімі Рузиева Зуфия Касымовна литературное чтение пәні бойынша 3-ші Б сыныбымен «У солнышке в гостях» тақырыбында үлгілі сабақ өткізді. Сабақтың мақсаты привитие любви к сказкам, развивать речь, творческие способности через театральную детальность. Экранға назар аударамыз. Шли, и видят на плетне сорока. Куда вы, цыплята, идете? Куда? Цыплята, куда вы идете? Куда? Мы идем искать солнышко. 3 дня его не было. И я буду с вами. А ты знаешь, где солнышко живет? Я-то не знаю. А вот заяц, может, знает. Он по соседству за Мишой живет. Пришли они к зайцу. Зайчик, знаешь, где солнышко живет? Я-то не знаю, но моя соседка утка, наверное, знает. Она около ручья в камышах живет. Я вам покажу. Повел заяц всех к ручью, а утка дома спряталась, никак не может просохнуть без солнышка. Знаешь ли, где солнышко живет? Где солнышко живет? Я-то не знаю. А вот за ручком под двухлистым дубом, кто живет, он знает. Переправились они через ручей и пошли ежа искать. А когда нашли, еж подумал и сказал: Я-то знаю, где солнышко живет. Над буком большая гора, а на горе большое облако, а над облаком серебристый месяц. Там и солнцу руку подать. И пошагали впереди. Еж и всех дорогу показывает. Вот пришли они на макушку высокой горы, а там облако за вершинами уцепилось и лежит, полеживает. Залезли на облако цыплята, сорока, заяц, утка и еж уселись покрепче, и полетело облако прямиконько к месяцу в гости. А месяц увидел их и поскорее засветил свой серебряный рожок. Ал математика пәнінің мұғалімі Хайчанова Манзура Раджабқызы 7-ші А сыныбымен қысқа көбейту формулалары тақырыбында қосымша сабақ өткізді. Білімді тереңдету мақсаты екі өрнектің қосындысы және айырымының кубы формулаларын қолдана білу. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Номері 1-ші Азат орта мектебінің орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Сағатова Бағзада Жұмағазиқызы чести речи тақырыбында кезекші 5-ші Б сыныбымен қайталау сабағын өткізді. Сабақтың мақсаты повторить, обобщить полученные знания о частях речи и научить их находить в их предложении. Әзірге айтарымыз осы. Бетперде тағып әлеуметтік арақашықтықты сақтай жүріңіздер. Келесі эфирде жүздескенше.